Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2025 жылы қазақстандық қандай компаниялардың акциялары табысты болмақ, сол жайлы айтатын боламын. Жусан Инвест сарапшылары 2025 жылдың басында Эйр Астана, Халық Банк, Кегок пен Қазатомөнеркәсіптің акциялары жақсы өсуі мүмкін деген болжам жасайды. Сондықтан жеке инвесторларға осы компаниялардың акцияларына назар аударуды ұсынады. Атап айтқанда, Қазатомөнеркәсіп компаниясының акциялары 33% қымбаттап, құны 24 мың теңгеден асуы ықтимал. Сарапшылар бұл компания акцияларын сатып алуды ұсынады. Ал Халық Банк бағалы қағаздары 55%-ға қымбаттап, 395 теңгеден сатылуы мүмкін. Осы себепті инвесторлардың қоржынында бұл банктың бағалы қағазы жатса артық болмайды. Ұлттық электр желілерінің операторы Кегоктың да акциялары жақсы табыс әкелуі ықтимал. Компанияның бағалы қағазы 21%-ға өсіп, 1845 теңгеден саудалануы мүмкін. Сонымен қатар сарапшылар Эйр Астана компаниясының акцияларын назардан тыс қалдырмаған жөн дейді. Былтыр негізінен арзандаған акциялары 2025 жылы күш алып, тіпті 55% қосуы ықтимал. Қазір қор биржасында 818 теңгеден сатылып жатқан акциялар 1270 теңгеге дейін өседі деген болжам бар. Бұған дейін Қазақстан миноритар акционерлерінің қауымдастығы биржа индекстеріне сүйене отырып, отандық 10 компанияның нарықтық құнын есептеген болатын. Нәтижесінде ең қымбаты Каспий, ең арзаны Эйр Астана екені анықталған. Индекске енген компаниялардың жалпы нарықтық құны 57 миллиард 3 миллион долларды құрайды. Нарықтың 91,5%-ы үздік төрттікке тиесілі: Каспий, Қазмұнайгаз, Қазатомөнеркәсіп және Халық Банк. Сөз соңында акцияға ақша салмас бұрын компанияларды егжей-тегжей зерттегендеріңіз дұрыс. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.